Всем привет! YouTube каналға түсіріп жатқан разговорный екінші видеом. Орысша, қазақша араластырып сөйлей берсем, қарсы болмайтын шығарсыздар. Себебі солай маған удобнее. Мен чат GPT-ға сұрақ қойдым. Плюсы и минусы жить с родителями мужа. Возможно, барлық қыз-келіншектерге актуальные және интересный тема шығар. Бұл жерде конкретно в моем случае айтқым келіп тұр. Кеттік ал. Ең алдымен бетімді ылғалдандырып аламын. Ең алдымен тонер жақтым, және де екіншіден SPF жағып жатырмын. SPF-тан менде екі түрі бар, мынау біріншісі, және де мынау екіншісі. Мен көбінесе мынаны қолданамын, бірақ осы жолы осыны қолданғым келіп тұр. Так, плюсына тоқтала кетейік. Плюсы поддержка в быту депті, помощь с готовкой, с домом, иногда с детьми депті. Менің сөздік қолым таусылып қалады камераға қосқан кезде. Помощь с готовкой нет, потому что она до вечера на работе, поэтому это нет. Иногда с детьми, возможно, да. Иногда с детьми помогает, да, потому что когда нужно куда-то сходить, съездить, выходной алып қалуы мүмкін. Үшінші этап менде осындай клиниктің базасы. Потом мен база жағам всегда. Және де бір факт айта кетейін. Прежде чем начать этот бьюти-блог, я раскупилась на почти 100 000 тенге косметикалар алдым. Және де большинство из них осындай брендовый косметикалар. Поэтому я надеюсь, что я не брошу этот блог и хотя бы окуплю его. Пожелайте мне удачи. Так, второе. Финансово легче. Меньше расходов на жилье и еду. Да. Да, я бы сказала да. Если я скажу нет, то это будет грех, потому что это неправда. Финансово они, да, помогают. Су, свет, оно много. Как бы мы с мужем не поднимаем, не разговариваем на эту тему, мы даже не знаем, сколько мы платим. Потому что мы живем в Люкюниде. Третье — это опыт и советы. Опыт и советы. А они часто реально много знают и могут подсказать. Смотря в чем, смотря как ты это воспримешь. Тоже как бы ни да, ни нет. Короче, минус тамис, плюс тамис. Төртіншісі ближе семья. Укрепляются родственные связи. Больше общения. Это скорее да. Мой помощник. Это скорее да, чем нет. Потому что көп қонаққа барамыз, и көбінесе ол қонақтар ата-енем жақтан, және де біреудің туған күні болып қалады, біреудің бірдеңесі болып қалады деген сияқты. Поэтому это да. Так, бесіншісі, чувство безопасности, не так одиноко, особенно в начале брака. Да, в начале брака мне было часто одиноко, потому что мой муж работает, допустим, даже сағат 9-да кетеді, түнгі 12-де сондайда бірақ келеді, жұмысы соған байланысты, сондай болғандықтан ол түнделетіп кеш келеді. Сол себепті в начале я не чувствовала себя одиноко. И плюс ко всему, ол басында көбінесе кішкене достарымен қыдырып кететін. Сол себепті ата-енемен кішкене алданып, я себя одиноко не чувствовала. Тогда и детей нету, поэтому да. Минусы дейді. Триггерить ететін кез келді қыздар, дайын отырыңдар. Мындай тоналка менде Эвлайндікі. Скриншот жасап алсаңыздар болады. Мен өзіме тоныма сәйкестендіріп алғанмын. Менде тон 25 Light Beige дейді. Оқып аларсыздар, скриншот жасап, пайдам тисе мен қуанамын әрине. Так, нам жасап алдық. Из минусов будем рассказывать. Первое. Меньше личного пространства. Сложнее побыть наедине. Это да. Личное пространство деген тема вообще жоқ, вообще прям в моем понимании тут, потому что всем келінсін. Так, көзімізді бояйық. Менде мынандай пудра. Короче, пудра жағам көзіме, чтобы қазір сен жаққан кезде жабысып қалмасын деп, чтобы он хорошо растушевался. Екіншісіне келдік. Екіншісі бізде воспитание, быт, привычки могут не совпадать. Да, это однозначно да, потому что біз күйеуім екеуміздің воспитаниеміз жаңағы ата-енеме көбінесе ұнамауы мүмкін. Және де ол кісілер балаларды қатты еркелетіп жібереді. Это лично наше мнение, потому что мы это видим, поэтому мы так думаем.
Үшіншісі контроль и вмешательство. Советы без запроса и критика дейді. Это из минуса, да? Это да. С этим я соглашусь тоже. Төртіншісі сложнее строить свои правила. Не всегда ты хозяин в доме дейді. Бұл мен де келісемін. Соңғы бесіншісі бізде эмоциональное напряжение дейді. Если нет взаимопонимания, могут быть конфликты дейді. Ол да дұрыс. Ол мен де келісемін. Көбінесе сен келесің деген ұйылып тұрады. Я это еще раз повторюсь. Вывод дейді. Маған ChatGPT вывод салып беріпті еще. Все сильно зависит от людей и договоренностей. Если есть уважение, границы и умение разговаривать, жить можно очень даже хорошо дейді. Если нет, даже отдельный дом не спасет. Прикиньте. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Ұқсап бақтық барынша. Розовый немесе персиковый теңдеріңіз болса, сонымен жақсаңыздар болады. Негізі бар менде мынадай алғам ғой. Балаларым сындырып тастаған ғой. Ішің аши ма, ашмай ма? Үгітіліп жатыр ғой. Андай пигменттер алғам өткенде Пиндододан. Нені? Кесочканы осылай жасаған. Много легче. Жылтырайсың өстіп. Не? Жағамыз көзіміздің астына бағыты астына. Үстіне тағы бір өтсеңіз де болады. Ұшынан емес, түбі бар ғой, сол түбінен бүйтіп аласыздар да. Міне, түбінен ұстап тұрмын. В общем, қыздар, осымен менің макияжым бітті. Алып Пугачева болып тұрмын ба? Мама ужас. Вспышкамен емес қара көрінеді екен. Мына жақтағы кірпіктерім қырылысып жатыр ғой. Әртүр деп бір-бірінен ұрыспаған, бірақ мынау күшті жабыстырылды, мынау почему-то ұрысып жатыр бір-бірімен. Хотя рабочая сторонам осы менің. Короче, осылай алыстан. Более-менее. В общем, будем набивать руки. Хотя мен обучение өттім, бірақ та руки не набились, поэтому уақыт бәріне емші дегендей. Барлықтарыңызға көңілдеріңізді, уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға, мені көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Барлықтарыңызға пока-пока. Келесі видеода кездескенше.